Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздермен бірнеше маңызды жаңалықтармен бөліскім келеді. Біріншіден, Бәйтерек холдингі белсенді қатысқан мектепке жол қайырымдылық акциясы туралы айтқым келеді. Жаңа оқу жылы қарсаңында холдинг пен еншілес ұйымдардың қызметкерлері рюкзактар мен мектеп керек жарақтарын жинап, оларды Астана қаласы Есіл ауданының әкімдігінде әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балаларға табыстады. Балалар сыйлықтарға шын жүректен қуанды, ал ата-аналары көмек көрсеткені үшін алғыс айтты. Бұл акция тек сыйлықтар туралы ғана емес, бұл біздің балаларымызға өте қажет қамқорлық пен қолдаудың көрінісі. Екіншіден, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің экспорттық кредиттік агенттіктерінің басшылары Казэкспорт алаңына жиналды. Кездесуде даму нәтижелері мен жоспарлары, сондай-ақ қайта сақтандыру және экспортты қолдау сияқты түрлі аспектілердегі ынтымақтастық талқыланды. Бұл оқиға елдер арасындағы өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықты дамытудағы маңызды қадам ретінде атап өтілді. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Еуропалық даму және қайта құру банкімен бірлесіп, қазақстандық бизнесті қолдауға және қаржыландыруға 22 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінетінін хабарлады. Жұмыстың бұл бағыты Қазақстандағы шағын және орта бизнес субъектілерін қолдау, олардың дамуы мен өркендеуіне ықпал ету мақсатында. Аяқтамас бұрын, мен сізді келе жатқан Конституция күнімен құттықтағым келеді. 30 тамыз еліміздің тарихындағы маңызды кезеңді атап өтетін күн. Бұл мереке біздің қоғам құрылатын заңдар мен негізгі принциптердің маңыздылығын айшықтайтын мереке. Баршамызға бейбіт және жайлы өмір тілеймін. Біздің әлеуметтік медиа парақтарымыздан жаңалықтарымызды қарап отырыңыздар. Оқиғалардан хабардар болыңыз. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Кездескенше күн жақсы болсын.